Сәлем достар, тамақ бастар. Мен вообще блог түсіріп атқанды ұмытып кеттімше, қалай дайындалып атқанды бәрін түсірем деп ойлап едім. Үлгеремей қалдым. Мен универім. Бізде бүгін практиканы шешуге барадық, короче. Бізді бөледі. Осы алдыңғы жылғы мектепте практика болады. Қазір барғаннан кейін бізді бөледі. И ертеңнен или келесі аптадан бастап сабақ беретін боламыз. Құсқым келіп кетті автобуста. Дала еще жылы сияқты. Мен қатты қалың киінбедім, құдайға шүкір. Но мұнан мойны қысып жатыр ше. Құсқым кетті кішкене. Воздух жетпей кеткен сияқты ощущение болды. Так, былай бәрі күшті, тамаша. Деп қой. Жазда әдемі көрінеді екен. Қыста ғана көрмедім бұны. Вот. Универге мектепке кірінде шығып кеттім, короче. Неге келгенді өзім білмеймін. Сағат 11-де китайский, енді 1 сағат окошко. Қасында Айдидар. Үйге кете бер. Алло. Қалайсың? Үйге кете бер. Жақсы шүкір. Болды уже. Чынтайға келіп қалу. Қайта бер дедік. Ешкім бөген жоқ па? Ешкім әлі бөген жоқ. University. Мынандай бірдеңе жас қойыпты мына жерге. Лубанчи барханасы. Ойбай. Короче. Номер 5-ші оқу зертханалық ғимараты. И кірген жерде бізде осындай бірдеңелер бар. Тұрмыз ашылады, мынандай кіреміз. По блогында оқимыз, короче. Киіміз шешіп, ар жақта отыратын шығармын. Осындай вид, короче, терезеден. Коворкингте отырмыз. Бізде китайский болып жатыр. Екінші сабақ продолжается. Назым, как всегда, мен қасымда.
Назымда кішкене температура болып тұр. Ауырып жатсың ба? Міне біздің китайский дәптер. Назым, сен китайский дәптерің қандай? Ішнаш. Қатты кетпесетен жаздым. Бүгін де жаздым. Оқыш кәд. Бізде сабақ бітті. Өзіміздің апай берді бұл жол. Білмеймін, ары қарай не болатын, әлі белгісіз. Тенчу, 是吧？我就好吃。Міне ремонт әлі болып жатыр. Біз екінші курс бітіргенде заборларын апсаған әлі жүр. Әлі бір бәлесін істеп жатыр. Шашын жинап алдым, короче. Нервім шығып кетті ғой. Чай алып жүрген. Күн ыстық болып кетті еще. Назым мен Салтанат сарайына дейін жүрдік та, потом қайтып кеттік автобуспен. Әркімнің жағына. Погода прям күшті болып тұр. Лайкай. Жизнь прекрасна. Достар, мен үйге келдім. Енді қазір төсектерді жинастырып, шай ішіп алу керек. Потом үй жұмыстарын істеу керек. Бізге бүйтіп толтырып тапсырма берді. Oh no. Короче, я в магазин иду, чтобы купить щедрое лето и хлеб. Бүгін погода бізде жылы болды. И кешке де тоже кішкене жылы болды. Күшті. Это прям күшті. Короче, достар, көзім ауырып кетті. Ертеңге, короче, методикадан не берген ғой, тапсырма. Сабақ өтеміз 5 минутта. Қалай сабақ өтетінімізді түсіндіреміз, короче. Осындай студенттермен ойын ойнасақ та болады. Но мен түсінбей отырмын. Достар, енді еще тоқаш пісіру керек аяқта. Еще презентация и осы екі-ақ сабақта соны біріншісі қиынырақ болып тұр, пока что түсінбей тұрмын. Қазір енді соны орындап, потом тоқаш пісіріп, потом спать. Бүгін 6-да тұрдым ғой, 6:30. Ұйқым келіп жатыр. Короче, достар, сабаққа 40 минут бар. И 18-ден түс қалдым. Үш остановкадан бұрын айналып кетеді атушы. Сөйтіп баратырмын қазір енді Еноға. Короче, біздің универін алды. Ремонт. Ағаштар соғып наверное. Ой, егіп тастапты. Вот, this is our university. Енді тысқа корпуста сабақ болады. Бізде лекционный кабинет, короче. Girls. Hi, guys. Я? Как тебе? Вкусно? Съедобно. Вкусно. Қандай екен дәмі? Біздің сияқты әдемі пісіріп алып енді күйіп кетсе де.
Біз теория и методика изучаемого языка, короче, болды. Бүкіл студентпен жеке-жеке сұрақ қойып ответ И бізді қазір куртка алу керек еще. Сонный Назым сабағынан ма? Менен сабақ сүрет деп ойлап отырсам. Вот достар, кешкі ену осындай. Күзгі жапырақтар шығып кетті. Скрытная жизнь нормально. Еще прикинь, Bizga asradi, nisbatan jeyinkalar sekin bo'ladi. Undan keyin Dala soğuk. Isıp kaldım. Ben avtobusunda kutturmam. Жаңбыр жауып жатыр. Достар, осымен блог аяқталды. Бүгінгі күннің және кешегі күннің 2 күн қатарынан түсірдім блогты. Надеюсь, нормально түсірдім. Мен өзім дұрыс қараған жоқпын әлі. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Всех люблю. Келесі кездескенше сау болыңдар.